6 ғасырдан астам уақыттың куәсі болып, мемлекетіміздің бойтұмарына айналған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бүгінгі мүшкіл жағдайы. Атап айтатын болсақ, кесене қабырғалары ылғал тартып, күмбездің беткі қабаты қопсып, кәдімгі тұзы шығып жатыр. Бұл тұз осы 2-3 жыл бұрын ғана пайда болды. Себебі кейінгі жылдары мавзолейдің алдында көгілдандыру, жасанды абаттандыру жұмыстары жүрді. Судың бәрі кесене жаққа кетпегенде қайтеді енді. Ғимараттың ішіндегі ылғалдылықтың шектен тыс артуынан күмбездің бетіне қара дақтар пайда болған. Дымқылдан жарылған сылақтар көзге көрініп тұр. Ана қызметкерлер туристердің төбесіне сылақ түсіп кетіп жүрмесін деп тайқазанның маңын кәдімгі қызыл лентамен қоршап қоюға мәжбүр. Ал абаттандырудың қызығына кенелген жергілікті әкімдік мамандардың дабылына құлақ асар емес. Ғалымдардың айтуынша, кесененің әу бастағы жобасын ғылыми тұрғыда зерттеп алмай, жыл сайын реставрация жүргізу бұл қыруар ақшаны далаға шашқанмен бірдей. Өйткені кесененің алдында тұрған кірпіштер мен астында ғасырлар бойы жатқан қамысты алып тастап, ол жерге жылтыраған бетон гранит тақталар қойған соң ылғал тартып жатқанын айтады. Сондай-ақ күмбездегі тесіктерді бітеп қана қоймай, ішкі жағын қалың гипспен 5 елідей етіп жағып тастаған. Бұрынғыдай ішінде ауа айналымы да жоқ. 2022 жылы кесенеге зерттеу, сараптау жұмыстарын жүргізген Қасқайта жаңғырту республикалық мемлекеттік кәсіпорны қанағаттанарлық деп қана баға берген. Мінекей осындай олқылықтардың кесірінен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жер астына кетіп қалу қаупі төніп тұр. Теңдесі жоқ құрылысымызды 6 күнде жер астына жіберіп алсақ, 6 құрлықтың алдында жерге қарайтынымыз анық.